Қайырлы күн достар. Біз бүгін таспих жасап үйренеміз. Бұл таспихты өз қолымызбен жақын адамдарымызға сыйлық ретінде жасасақ болады. Және де бұл видеомды толықтай көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен осындай сым алып алып, оған колпачок кигізіп, осылай тасымызды тізіп шығамыз. Бір тізген кезде 11 тасты тізіп шығамыз. Одан кейін колпачогын жауып, қайтадан 11 тасты тізіп шығатын боламыз. Арасында санап, яғни 11 болды ма, болған жоқ па санап тұрайық. Қателесіп кетуіміз де мүмкін. Қайтадан 11 тасты тізіп шығамыз. Мінекей тізіп болдық, бәрі дайын болды. Енді мынадай біріктіретін. Бұның атын ұмытып тұрмын әзірге. Кейін комментарийда қалдырып кететін боламын. Осылай сәндеп тастарымызды тізіп аламыз сәнді ретінде. Одан кейін мынадай менде Аллах деген үлкен және кіші жазу бар. Ай мен жұлдыз бар. Мен яғни ай мен жұлдызды таңдадым. Осылай байлап, 2 рет байлаймыз, яғни шығып кетпес үшін. Байлап болғаннан кейін кесіп тастаймыз. Жаңағы байлаған жерімізді көрініп тұр десеңіздер, ол жерді зажим болады, сонымен қыстырып тастасаңыздар болады. Одан кейін шашағына кезек келді. Шашағын осындай кольцолармен, бір кольцоны шашағына, екінші кольцоны ай мен жұлдызға бүйтіп біріктіріп істесеңіздер болады. Бұл жерде мен шашағым ашылып кетті. Ашылмасын деп қайтадан салайын десем болмады. Осылай істеп аламыз. Және де достар, менің видеомды постоянно көріп тұрғыларыңыз келсе, қоңыраушаны басуыңызды ұмытпаңыздар. Және де маған тіркеліп кетіңіздер. Мен енді сіздерге ұнайтын өз қолдарыңыздан жасайтын бұйымдарды үйретемін. Мінекей, дайын болды.